Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен Қарасай ауданына қарасты Әйтей ауылында салауатты өмір салты насихаттауға бағытталған ауқымды спорттық шара өтті. Жергілікті спорт кешенінде біз нашақорлыққа қарсымыз. Балалар біздің болашағымыз тақырыбында карате кулите бойынша Қазақстан Республикасының ашық турнирі ұйымдастырылды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Дәстүрлі додаға еліміздің әр өңірінен келген 170-тен астам спортшы қатысты. Олардың қатарында республикалық және халықаралық жарыстарда топ жарып жүрген дарынды жасөспірімдер бар. Турнирдің басты мақсаты жас ұрпақты зиянды әдеттерден аулақ ұстау, спортқа баулу және ерік жігерін шыңдау. Қарасай ауданы Әйтей ауылында бірінші рет Азия чемпионы болған Аянұлы Санжар ұлымыз 2024 жыл Өзбекстан Республикасының Самарқанд қаласында бірінші орынды иеленді. Енді біздің мақсатымыз оқушыларды мықты деңгейде жеткізу, жақсы спортшылар шығару. Жарыс барысында татамиде тартысты жекпе-жектер өтіп, қатысушылар жоғарғы дайындық деңгейін көрсетті. Әр салмақта мықтылар анықталып, көрермендерге нағыз спорттық рух сыйлады. Сонымен қатар жас спортшыларға тәжірибелі бапкерлер мен чемпиондар қолдау білдіріп, өз тәжірибелерімен бөлісті. Аталған турнирдің ұйымдастырушысы Руслан Хасанов, ал оның шәкірті Аянұлы Санжар карате спорты бойынша үлкен жетістіктерге жеткен жас спортшы. Ол 2 дүркін Қазақстан чемпионы және 2024 Орта Азия чемпионы атанған. Санжардың жетістіктері бүгінгі жас буынға үлгі болып, олардың спортқа деген қызығушылығын арттыруға ықпал етуде. Испания елінде Макарони қаласына болатын серияға дайындаламыз. Және содан аман-есен жақсы результат көрсетсек, бұйырса осы алдағы күз айында ересектер арасында ел чемпионаты бар. Сода бақ сынаймыз, Алла қаласа. Содан жақсы результаттар көрсетеміз деп үміттенеміз. Мамандардың айтуынша мұндай жарыстар тек спорттық бәсеке ғана емес, сонымен қатар қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі. Нашақорлықтың алдын алуға бағытталған маңызды бастама. Спорт арқылы тәртіп, жауапкершілік және салауатты өмір салты қалыптасады. Ауылдағы балаларға мотивация болсын деп болады деп ойлаймын, себебі өзіміз осы ауылдан шыққаннан кейін суретіміз тұрғаннан кейін балалар өскелең ұрпақ бізге қарап өседі ғой. Сол себептен мотивация бір жағынан тақырыбы да жақсы, нашақорлыққа қарсымыз деген. Жарыс қорытындысы бойынша үздік шыққан спортшылар арнайы дипломдармен, медальдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Ұйымдастырушылар үздік спортшыларды алдағы уақытта өтетін спорттық додаларға қатыстырып, бақтары мен баптарын сынап көрмекші.